Анашым, телефоныңыздан ойын ойнасақ бола ма? Иә, балам, болады, ұста. Ал мен әзірге балмұздақ сатып әкелейін. Онда баспа. Олар сенің ата-анаңның ақшасын ұрлап алып қояды. Жоға, ештеңе болмайды. Балам, телефонды бере ғой. А сендер әзірге тамақтанып алыңдар. Одан кейін ойнайсыңдар. Бұл не? Мен саған айттым ғой, бұл менің басымнан өткен. Анамның картасындағы барлық ақшасын алаяқтар ұрлап алып қойған. Қазір интернеттегі тегін сыйлық немесе күдікті хабарлама алсам, мен бірден анама немесе әкеме көрсетемін. Анашым, мен де енді үнемі осылай істеймін. Мам, можно поиграть в твоем телефоне в игру? Да, сынок, можно. Держи. А я пока пойду куплю мороженого. Не нажимай туда, у твоих родителей заберут деньги. Да ничего не будет. Сынок, давай телефон. А вы пока поешьте, а потом будете играть. А что это? А я тебе говорил, у меня так было. Это мошенники украли все деньги у мамы с карточки. Теперь, если мне приходят бесплатные подарки или что-то странное в интернете, я всегда показываю маме или папе. Мам, я теперь буду тоже всегда так делать. Хорошо, сынок.